Математика кабинетінде Бекзат дәптеріне үңіліп отыр. Бүгін ол өтпеген тақырыпқа тап болды. Жай бөлшектер қалай көбейтіледі екен? Бекзат ойланып қалды, бірақ кенеттен экран жарқ етіп ашылды. Сәлем Бекзат. Кеттік бірге табайық. Робик, көмектесші. Мына есепті түсінбей отырмын. Бөлшекті бөлшекке көбейту үшін. Олардың алымдарын көбейтіп, алым етіп, бөлімдерін көбейтіп, бөліміне жазу керек. Мысалы, 8-ден 7 көбейтілген 5-тен 3 тең болады. Алымына 7 мен 3 көбейтіндісі, ал бөліміне 8 мен 5 көбейтілдісі. Сонымен нәтижесінде 40-тан 21 шығады. Жақсы, ал жай бөлшек пен натурал сан қалай көбейтіледі? Егер көбейткіштердің құрамында натурал сан болса, оның бөлімі 1-ге тең бөлшек түрінде жазу керек. Бөлшекті натурал санға көбейту үшін, бөлшектің алымын натурал санға көбейтіп, нәтижесін алым етіп, бөлімінің өзін қалдыру керек. Мысалы, 7-ден 3-ті 4-ке көбейту үшін 4-тің бөліміне 1 қою арқылы бөлшекке айналдырып аламыз. Сосын алымына 3 пен 4 көбейтіндісі, ал бөліміне 7 мен 1 көбейтіндісі жазылады. Нәтижесінде 7-ден 12 деген бұрыс бөлшек шығады. Оны аралас санға айналдыруды ұмытпау керек. Түсінікті, енді аралас сандар қалай көбейтіледі? Аралас сандарды көбейту үшін оларды бос бөлшек түрінде жазу керек. Бөлшектерді көбейту ережесін қолдану керек. Мысалы, 8,3-ті 5-ке көбейту үшін аралас санды және натурал санды да бөлшекке айналдырып, алым мен алымды және бөлім мен бөлімді көбейтеміз. Нәтижесін қысқартып, 2-ден 83 деген бөлшекті аралас сан түрінде жазамыз. Алақай, мен тақырыпты түсініп алдым. Рахмет.